Қайырлы күн 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы неліктен ұлттар лигасы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемде бейбітшілікті сақтай алмады деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге ұлттар лигасы жұмысының нәтижесіне баға береміз және тиімділігінің қандай болғанына сараптама жасайтын боламыз. 1920 жылдың 10 қаңтарында Швейцария астанасы Женева қаласында ұлттар лигасы өз жұмысын бастады. Бұл жер бетінде бейбітшілікті сақтау мақсатын көздеген тарихтағы алғашқы халықаралық ұйым болды. Ұлттар лигасына сол кездегі мемлекеттердің көпшілігі мүше болды. Лига әртүрлі мәселелермен, атап айтқанда денсаулық сақтаудан бастап құлдықпен күреске дейін айналысты. Алайда ұйым өзінің басты мақсаты соғыстың алдын алу міндетін орындай алмады. Яғни бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі бейбітшілік ұзаққа созылған жоқ. Бейбітшілікті сақтау ұйымын құру идеясын алғаш рет 1795 жылы неміс философы Иммануил Кант көтерген болатын. Тек бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы күйзелістер саясаткерлерді бұл идеяны жүзеге асыруға итермеледі. Лиганың жарғысында келесі мақсаттар көрсетілді. Мемлекеттер арасындағы басқыншылықты болдырмау, мемлекеттерді қарусыздануға шақыру, мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты, әсіресе сауда мен бизнесті дамыту, халықтың өмір сүру және еңбек ету жағдайын жақсарту. Ұлттар лигасының қызметі ұжымдық қауіпсіздік принципіне негізделді. Бұл бір мемлекет екінші мемлекетке шабуыл жасаған жағдайда лиганың барлық мүшелері басқыншылыққа ұшыраған тарапқа көмек көрсетуге міндетті дегенді білдірді. Алайда ұлттар лигасының жеке армиясы болмады. Сондықтан оларды соғысты тоқтатуға мәжбүрлей алмады. Лиганың негізгі құралы басқыншы мемлекетпен сауда және қаржылық байланыстарды тоқтату талабын ұсыну еді. Лиганың басты органдары ассамблея мен кеңес болды. Ассамблея бүкіл әлемдік парламентке ұқсас құрылым еді. Лиганың әрбір мүшесі ассамблеяда 3 өкілін ұсынып, бір дауысқа ие болды. Ассамблея бюджетті бөлу, жаңа мүшелерді қабылдау сияқты маңызды шешімдерді дауыс беру арқылы қабылдады. Жиналыстар жылына бір рет қана өтетін. Сондықтан ұйым жедел әрекет ете алмады. Сондай-ақ ассамблеяда бірауыздылық принципі жұмыс істеді. Шешім қабылдау үшін барлық мүше елдер жақтап дауыс беруі тиіс тұғын. Ұлттар лигасының кеңесі маңызды рөл атқарды. Кеңестің ассамблеядан айырмашылығы тұрақты жұмыс істеді және шұғыл мәселелер бойынша шешімдер қабылдады. Бұл орган ассамблея қабылдаған шешімдерді егжей-тегжейлі сараптамадан өткізді. Ұлыбритания, Франция, Италия және Жапония кеңестің тұрақты мүшелері болғандықтан кез келген шешімге тыйым салу, яғни вето қою құқығына ие болды. Кеңесте басқа елдердің өкілдері де болды, бірақ оларда вето қою құқығы берілген жоқ және бұл орындар мезгіл-мезгіл басқа елдерге ауыстырылып отырды. Ұлттар лигасының халықаралық сот палатасында әртүрлі елдерден келген судьялар жұмыс жасады. Олар халықаралық дауларды қарап, тәуелсіз шешімдер шығарды. Еңбек жөніндегі халықаралық ұйым өндірістегі жұмыс жағдайын жақсартуға тырысты. Мысалы, 8 сағаттық жұмыс күнін енгізуді, балалар еңбегін шектеуді ұсынды. Босқындар жөніндегі комитет табиғи апаттар мен соғыстар салдарынан үйсіз, күйсіз қалған адамдарға көмек көрсетті. Денсаулық сақтау ұйымы медицина мен халыққа көмек көрсетуді дамытумен айналысты. Жаппай індеттер кезінде қолдау көрсетті. Осы ұйымның арқасында тырысқақ, шешек, алапес, безгек және тропикалық сіреспе сияқты аурулардың таралуы тоқтатылды. Құлдықпен күрес жөніндегі комитет әлем бойынша құлдықты жоюға және құл саудасымен күресуге ұмтылды. Бастапқыда лигаға 44 мемлекет мүшелікке қабылданды. Оның 32-сі бірінші дүниежүзілік соғыста Антанта жағында соғысқан, ал қалған 12-сі бейтарап елдер еді. Соғыста жеңілген мемлекеттер алдымен лига принциптерін қолдауға дайын екендіктерін дәлелдеулері тиіс болды. Осыған байланысты Германия әлемдік саясат пен экономикада маңызды рөл атқарғанына қарамастан
1926 жылға дейін ұлттар лигасына кірмеді. Тіпті алпауыт ел ақш та лигаға мүше болған жоқ. ақш конгресі президент Вильсонның ұлттар лигасына кіру туралы ұсынысын құптамады. Көптеген америкалықтар тағы бір еуропалық соғысқа араласқысы келмегендіктен Вильсонның жобасына қарсы дауыс берді. Кеңес одағы ұлттар лигасына шақырылмады және өзі де оған кіруге ұмтылмады. Еуропалық елдер бұл жаңа мемлекетті дұшпандықпен қабылдап мойындаудан бас тартты. Кеңес одағында ұлттар лигасы капиталистік клуб ретінде бейнеленіп, коммунистерге қарсы басқыншы ұйым ретінде сипатталды. Лига мүшелерінің құрамы үнемі өзгеріп отырды, ал ең көп таралған кезеңінде 58 елді қамтыды. Алайда құрамында Германия, ақш және Кеңестер одағының болмауы лига шешімдерінің тиімділігін төмендетті. Сондықтан лига шешімдерінің қабылдануында Ұлыбритания мен Францияның ықпалы басым болғанын көрсетті. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, төмендегі кестені толтырыңыздар. Ұлттар лигасы құрылған сәттен бастап әлемде халықаралық қақтығыстар тоқтаған жоқ. 1920 жылдары лига бір уақытта бірнеше аумақтық даулар мен басқыншылық әрекеттерді шешуге тырысты. Кейбір қақтығыстар сәтті шешілсе, басқалары ұзақ уақыт бойы өзекті мәселе ретінде қалды. 1920 жылы қазіргі Литваның астанасы Вильнюс мәселесі туындады. Вильнюс қаласы мен оған іргелес жатқан аумақ ұзақ уақыт бойы Литва құрамында болды. Алайда Ресей империясы құрамында өткен кезең жағдайды өзгертті. 1919 жылға қарай қалада литвалықтарға қарағанда поляктар көбірек тұрды. Бұл Польша тарапынан Вильнюс аймағына талаптар қоюға себеп болды. 1920 жылы поляк генералы Шеликовский Вильнюсты басып алды. Ұлыбритания мен Франция Польшаға қолдау көрсетті. Себебі олар Ресейге қарсы мықты Польша мемлекетін құрғысы келді. Ұзақ талқылауға қарамастан ұлттар лигасы Польшаны бұл аумақтан бас тартуға көндіре алмады. Вильнюс аймағы 1939 жылға дейін Польшаның құрамында қалды. 1921 жылы жоғары Силезияны көтерілістер оты шарпыды. Бұл аймақта поляк неміс халқы аралас өмір сүрді және ол табиғи ресурстарға бай стратегиялық маңызға ие еді. Версаль шартына сәйкес бұл жерде қай мемлекетке қосылу керек екенін анықтау үшін бүкіл халықтық дауыс беру немесе плебисцит өткізілді. Нәтижесінде 700 мыңнан астам адам Германияға қосылуды, ал шамамен 480 мың адам Польшаға қосылуды қалады. Осыдан кейін Силезияда көтерілістер басталды. Польшаны қолдаған Францияның қысымымен аймақ екіге бөлінді. Польшаның үлесіне үлкен аумақ тиді. Германия бұл шешімге бағынуға мәжбүр болды, өйткені ол ұлттар лигасының мүшесі емес еді. 1921 жылы Аланд аралдары мәселесі көтерілді. Бұл аралдарда шведтер өмір сүретін, алайда 19 ғасырдың басында Швеция бұл аралдарды Финляндиямен бірге Ресейге берген еді. 1917 жылы Финляндия тәуелсіздігін жариялаған соң, Аланд аралдарының қай елге тиесілі болу керектігі жайлы мәселе қайтадан көтерілді. Тұрғындардың көбі Швецияға қосылуды қалады. Аралдар халқының 90% шведтер еді, ал Финляндия тұрғындарының тек 15% ғана швед тілінде сөйледі. Лига аралдарды Финляндия құрамында қалдыру, бірақ оларға кең автономия беру туралы шешім қабылдады. Аралдар қарусыздандырылды. Жалғыз ресми тіл ретінде швед тілі бекітілді. Финляндия арал тұрғындарына кең автономия ұсынылды және Лига бұл шешімді арал халқының тілі мен мәдениетін сақтау үшін жеткілікті деп санады. Екі ел де осы шешіммен келісті және ол осы күнге дейін өзгерген жоқ. 1923 жылы Италия мен Грекия арасында қақтығыс орын алды. Осы жылдың тамызында Италия делегациясы Грекияға келеді. Олар Албания мен Грекия арасында шекара мәселесін шешетін комиссияның мүшелері еді. Сапар кезінде делегацияға шабуыл жасалып, бірнеше адам жараланып, 5-еуі қаза тапты. Бұл жағдай Грекия аумағында болғандықтан
Италия басшысы Бенито Муссолини Грекияны кінәлады. Ол кешірім сұрауды, кінәлілерді өлім жазасына кесуді және 50 миллион лир өтемақы төлеуді талап етті. Талабы орындалмаған соң Италиян флоты Корфу аралын иемденіп алды. Грекия бұл мәселе бойынша ұлттар лигасына жүгінді. Кеңес Италиядан Корфу аралын босатуды және қылмыскерлер табылғанша күте тұруды талап етті. Муссолини бастапқыда бұл шешімге келісті, бірақ кейін бұл істің лига құзырында емес екенін мәлімдеді. Грекия өтемақы төлегеннен кейін италиялықтар аралдан кетті. 1925 жылы Грекия мен Болгария арасында қақтығыс басталды. Екеуінің арасында 1913 жылғы екінші Балқан соғысы мен бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінен шешілмей келе жатқан аумақтық мәселе бар тұғын. Бірақ бұл әрекеттер Болгарияға керісінше аумақтарын жоғалтумен аяқталды. Соғыстан кейін Грекия мен Болгария шекарасында жиі қақтығыстар орын алып тұрды. Осында бір оқиға кезінде атыс болып, бірнеше грек сарбазы қаза тапты. Жауап ретінде грек армиясы Болгария аумағына басып кірді. Болгария үкіметі Лигаға шағымданды. Лига Грекиядан әскерін алып кетуді және Болгарияға өтемақы төлеуді талап етті. Бұл жағдай қақтығыстың ушығуын тоқтатты. Алайда Грекия болгарлардың басқыншы бола тұрып, тиісті жазасын алмаған үшін бұл шешімге наразылық білдірді. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, төмендегі кестені толтырыңыздар. Тапсырма: алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Үйге тапсырма: ұлттар лигасы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемде бейбітшілікті сақтай алмады пікіріне байланысты ойыңызды Попс формуласы арқылы білдіріңіз.